Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте жұмсақ үйдегі бар заттардан дайындалатын торт дайындаймыз. Ең алдыменен жұмыртқамызды қантымызбенен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның салқындығы маңызды емес. Содан соң қатығымызды құямыз, яғни айранымызды құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Bir шай қасық содамызға уксус құйып өлтіріп аламыз, содан соң саламыз. Жақсылап араластырып болған соң сұйық майымызды құямыз. Содан соң ұнымызды електен өткізіп саламыз. Шамамен менде 700 грамдай ұн кетті және 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болу керек, қолға жабыспайтындай. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Мен 5 бөлікке бөліп алдым. Өте жұмсақ болады. Пергамент қағазымызға жұқалап жаямыз және үстінен шаңышқыменен басып шығамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. 500 грамм сүтімізге қантымызды, жұмыртқамызды және ұнымызды салып, газге қоямыз. Какао салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен какао салдым, өте дәмді болып шығады. Және ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үнемі араластырып тұру қажет. Жай отта қоюланғанша араластырамыз. Мінекей қоюланды. Енді 200 грамм сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен корждарым піскен. Енді үстіне кремімізді ыстықтай құямыз. Мен шетінен кесіп алған бөліктерін осылай ұнтақтадым. Осылай бетіне сеуіп шығамыз. Осындай үлкен торт болып шығады. Өте дәмді, берекелі торт болады. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады. Сіздермен болған аспаз келін.